Сәлем достар, бұл YouTube каналы арқылы сіздер алдағы келе жатқан сессияларыңызға дайындалсаңыздар болады. Бұл YouTube каналда вышматтың түрлі тақырыптарына видеолар шығып тұратын болады. Сол үшін каналға тіркеліп, колокольчик басып қойыңыздар. Ең бірінші тақырыбымыз матрицаны анықтау үшін табу, яғни оның бірнеше түрлері, жолдары бар. Соның бір әдісімен бөлісетін боламын, қалған әдістерін келесі видеодан қарасаңыздар болады. Ең бірінші бізге 2-2 өлшемді матрица берілсін. Оның анықтау үшін табу үшін, яғни анықтау үшін табу үшін -1-4, -5-2. Біздер x тәсілін қолдансақ болады. X тәсілі дегеніміз, яғни бұлай жүргіземіз. Так, красныймен алайық. Осылай. Яғни осы жүргізілген бойындағы -1 мен 2-ні көбейтемін, азайтамын, -5 пен 4-ті көбейтемін. -1 мен 2-ні көбейтсек -2, азайтам, -5 пен 4-ті көбейтем, -20, ол плюс болып кетеді. Сонда 18-ге тең. Анықтау үшін осылай оңай. Келесі а тең болады 3-те -4, 1-де 2. Кеттік. Тура солай жүргізу алайық. 3-ті көбейтемін 2-ге, азайтамын, 1-ді көбейтемін -4-ке. 6, мына жерден -4-ін плюс 4 болады, сонда 10-ға тең екен. Мына жерден де тура солай. Косинус альфа минус синус альфа. Синус альфа, косинус альфа. Кеттік. Кос альфаны кос альфаға көйтем. Кос квадрат альфа. Азайтылған син альфаны минус синус альфаға минус син квадрат альфа. Тең кос квадрат альфа плюс син квадрат альфа. Тең ол бізде бірге екен. Осылай таптық. Келесі 3-те 3 өлшем матрицаны анықтау үшін табайық. Жазып алайық. А, 2, 5, минус 6, 4, 3, минус 1, минус 1, 2, минус 2. Осымен табайық. Ең бірінші мен мынандай жауақтар жүргізейін. Яғни, бұл жерден қараңыздар. Қиылысқаны бұл жолақтың, яғни бірінші жолмен бірінші бағаны жүргізім, 2-ні жазып қоямын да, боялмаған жерді матрица арқылы жазамын. 3 минус 1, 2 минус 2 деп, осылай. Келесі, менде минус коэффициенті тұрады да, келесі бірінші жолмен екінші бағанды аламын. Яғни, бірінші жол, екінші баған. Қиылысқаны бізде 5, боялмағаны 4-те минус 1, минус 1-де минус 2. Келесі, бірінші жол, үшінші баған. Минус 6. Мына жерде бізде қосу тұрады. Бірақ минус 6 олғасын минус 6-ны жаз қоям. Және боялмағаны 4, 3, минус 1, 2. Кеттік. Бұлар енді анықтауышпен жазғасын, тік жақшамен жазғасын, бұларын анықтауышын тауы керек. Біз 2, яғни 3-ті минус 2-ге көйтем, минус 6, азайтылған 2 минус 1-ге көйтем, минус 2, плюс 2 болады. Келесі минус 5. 4-ті минус 2-ге көйтем, минус 8, азайтылған, минус 1-ті минус 1-ге көйтем, 1. Минус 6, 4-2, 8, минус 1-ті 3-ге көйтем, минус 3, ол алдындағы минуспен плюс болады. Бұл уже 2 өлшемді матрицаның анықтау үшін тауды білесіздер. Сонда минус 4, минус 4 2-ге көйтем, минус 8, минус 9, минус 9-ді 5-ге көйтем, плюс 45, 11, 11-ді минус 6-ға көйтем, минус 66. Сонда минус 74 плюс 45 бізге береді минус 29-ды. Бұл матрицаны анықтау үшін минус 29-ға тең екен. Келесі, тура солай 3-те 3-ге тағы бір практика жасап өтейік. А матрицасын анықтаушы 3, 1, 1, 2, минус 1, 3, 4, 1, 1. Кеттік. Бірінші жолмен бірінші бағанды аламын. Бірінші жол, бірінші баған. Қиылысқаны 3, боялмағаны минус 1, 3, 1, 1. Келесі коэффициент минус пен, ол жағдайда мен бірінші жол, екінші бағанды аламын. Бірінші жол, екінші баған. Қиылысқаны 1, боялмаған 2-де 4, сонымен қатар 3-те 1. Келесі бірінші жол, үшінші баған. Яғни біздер чисті бірінші жолмен жұмыс жасаймыз, тек бағандар ауыз отырады. Бірінші жол, үшінші баған. Қиылысқан жері 1, бұл жерде коэффициент плюс 1 болады. Яғни біріншінің коэффициенті плюс, екіншісінікінде азайтам, үшіншісінікі плюс деген сияқты. Матрицамыз 2-де 4, минус 1-де 1. Енді осы 2 өлшемді матрицалардың анықтауыштарын тауып шығам. 3,
Минус 1-ді 1-ге көйтсем минус 1, азайтамын, 1-ді 3-ге көйтсем 3. Минус 1, 2-ні 1-ге көйтсем 2, 4-ді 3-ге көйтсем 12. Оны азайтамыз. Плюс 1, 2-ні 1-ге көйтсем 2, азайтам 4-ті минус 1-ге, минус 4. 3 көбейтілген минус 4, минус 1 көбейтілген минус 10, плюс 1 көбейтілген, мына жерім 6 болып кетеді. Тең болады минус 12 плюс 10 плюс 6. Мына жерде минус 2 плюс 6 болады. Бұл бізде 4 береді. Бұл матрицаны анықтаушы 4-ге тең екен. Матрицамен жұмыс жасаған сіздерге, яғни мектептен кейін бірден универге көшкеннен кейін бұл тақырыптар түсініксіз болуы мүмкін, бірақ бұл тақырыптарға үніліп қарайтын болсақ, өте оңай және осындай керемет жеңіл әдістері бар тақырыптар. Егер де видео тақырып ұнаған болса, лайк бассаңыздар болады. Тағы да қандай тақырыптарға видео күтесіздер, қандай тақырыптардың қандай есептерге талдау күтесіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Дария апай, келесі видеода көріскенше.